Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жұмсақ булочкалардың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рецептпен сіздер кез келген булочка түрін жасасаңыздар болады. Менің жаңа рецепттерімді бірінші көру үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен апарамызды дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтімізді, суымызды, қантымызды, дрожж және ұнымыздан 3-4 ас қасық салып, бірінші жақсылап араластырып аламыз, кейін бетін жауып 15 минутқа алып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін сіздің дрожжыңыз жақсы болса, осылай беті көтеріліп тұруы керек. Енді үстіне тұзымызды, жұмыртқамызды және сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң үстіне ұнымызды екіге бөліп салсаңыздар да болады, немесе өлшеп алған болсаңыздар бірден салсаңыздар да болады. Мен осылай бірінші қасықпен араластырып алдым, кейін барлық ұнды салып жіберіп, қолмен илеп, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр иледім. Бұны көтерілгенше жарты сағатқа алып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін бетіне сұйық май жағып, басып аламыз, кейін оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 14 бөлікке бөлген болатынмын, сіздер өз қалауыңызша бөлсеңіздер болады. Егер көп жасағыңыз келсе кішкентай етіп, аз жасағыңыз келсе үлкен қылып бөлсеңіздер де болады. Мен қазір сіздерге екі түрлі қылып жасаған болатынмын, соны көрсетемін. Бұл менің бірінші жасағаным, яғни қарапайым түрде, ортасына ешқандай салмасыз. Және бұл қамырды ватрушканың, рогаликтің қамыры ретінде пайдалансаңыздар болады. Ортасына салмасын салып жасасаңыздар да болады. Өте жұмсақ, әрі дәмді болып шығатын болады. Бірінші осылай противенге салып алған қамырымызды тағы да 15 минутқа бетін жауып көтеріп қоюға алып қоямыз. Бұл менің екінші жасаған үлгім. Жүрекше етіп жасаған болатынмын. Барлығы видеода анық көрсетілген. Көтерілген булочкаларымыздың бетіне жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Егер сізге рецепт ұнаған болса, лайк басып сақтап алыңыздар. Менің жаңа видеоларымды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Келесі кездескенше.